Сәлеметсіздер ме? Бүгін мынадай холодец жасаймыз. Қазақша дірілдек деп аталады. Ешқандай желатинсіз сиырдың сирағының өз сорпасына дайындалады. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен сиырдың сирағын салқын суға саламыз. Қасына мен еттерден қостым. Ол сирақтың өзінен алынған ет. Су қайнаған соң көбігін алып 3 шай қасық тұз саламыз. 6-7 штук түйір қарабарш салып, 6 сағатқа жай отқа қақпағын жауып қайнатып аламыз. Сирағымыз дайын. Енді бір пияз бен бір жарты лавр жапырағын сорпамызға салып қайнатамыз. Мінекей біздің дайын еттеріміз. Етімізді қалаған ыдысыңызға салып, осылай жайып шығамыз. Онан соң бір сәбізді асып аламыз. Жаңағы еттің сорпасына асып алсаңыз да болады, жеке өзін ассаңыз да болады. Оны осылайынан жұқалап кесіп, гүл жасаймыз. Ол гүлдерімізді жаңағы етіміздің үстіне қойып, әсемдейміз. Ал аскөкті жапырақ ретінде пайдаланамыз. Гүлді қояр алдында кішкене шұңқыр жасап жібереміз. Себебі гүліміз сорпасын құйғанда ашылып кетуі мүмкін. Мінекей біздің гүлдер дайын. Енді жапырақтарымызды салып шығамыз. Біздің сорпамыз қайнап жатқан болатын. Енді ол сорпаны ситыдан өткізіп, сүзіп аламыз. Мінекей біздің гүлдер де дайын болды, жапырағымыз дайын болды. Ыдысқа етімізді салмас бұрын мен жаңа чеснокты турап салып жібердім. Енді сорпасын құямыз. Аз-аздап құямыз, себебі гүліміз қозғалып кетуі мүмкін. Онан соң міне қалған еттерімізді бөлек ыдыстарға жайып салып, оның үстіне де сорпамызды құйып шығамыз. Менде бір сирақ және 300 грамдай еттен осындай 4 ыдысқа дірілдегіміз шықты. Енді дірілдектерімізді тоңазытқышқа біріккенше салып қоямыз. Мінекей біздің дірілдектер дайын. Ешқандай желатинсіз өз формасын сақтап тұр. Және дәмі де өте керемет. Ас болсын.